бірақ дегенмен де әлі де бізде белсенділігі аз. Мысалға да бір мысал, жақында ғана міне бір ай болды ма екен, біздегі мына автомобильге құятын газ бағасы 70 теңге болды, 120-ға бірден секірді. Мен бірнеше таксист жігіттерге хабарластым, Ақтөбеге баратын, Атырауға баратын, яғни бірінші газды былай айтқанда пайдаланатын солар ғой, енді біз емес. Я жазамыз дейді, бірақ жазбайды. Енді бұл жерде арыз керек. Өйткені бізде көбіне көп қалай? Міне біз осы жерде талқылап жатырмыз, осы мәселені, коррупцияны айтайық мысалға. Немесе бір халыққа жайсыз соғатын жағдай айтайық. Бағаның өсуі болсын, көшенің дұрысталмауы болсын, көп қой проблемалар, мысалға, қылмыстың өршіп кетуі дейік мысалға. Бірақ дегенмен де бізде осындай жерде, әлеуметтік желіде, комментарий жазғанда, Фейсбукта, Инстаграмда, тойда, құдалықта, кухняда, былай айтса бір көшеде айтылатын әңгімелер. Барлығы ол жерден аспайды. Мен бұл жерде осыған дейін де айтып жүргенде, қазір де айтайын, мысалы, телекөрермендерге лайфхак ретінде, кәсіби заңгер ретінде айтатыным, кез келген проблема ол сізге қатысты болсын, қатысты болмасын, сіз жазаласыз. Яғни сіз осы жерде отырып, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында бір проблема болса, сіз соған қатысты арызды акимат прокуратурасына жазаласыз. Немесе сол жақта отырған, мысалы, Қостанай облысының тұрғыны Оралдағы проблеманы, Орал неге қараңғы, жарық қондырайық деген арызды жазалады. Яғни біз сол арызды жазу өтінішпен, яғни ресми қағазға жазып, егов портал, қазір өзіңіз білесіз, егов мобайлын телефонмен де жіберуге болады. Бірақ бізде адамдар соған келгенде нәтижесі бермейді. Яғни нәтижесі аз, жазуға келгенде. Не бізде ерінеді, не қорқады, не онымен айналысқысы келмейді.